Жаңызға сіздерге бүгін AESP тапсырудың, онлайн тапсырудың видеосын көрсетемін. Бірінші сотка арқылы тапсыруды көрсетемін, телефон арқылы, яғни қолымыздағы. Екінші компьютердің көмегімен қалай жіберу керек екенін көрсетемін. Бірінші телефон арқылыны көрсетейін. EGOV мынандай көшіріп аласыз. App Store, Play Market. Егер iPhone болса, App Store'ден көшіріп аласыз. Android болса, осы EGOV Play Market'тен көшіріп аласыз. Осыны көшіріп алғаннан кейін бірінші регистрация жасайсыз. Регистрация жасай алмайтын болсаңыз, яғни төменге ссылка қалдырып кетемін. Сол арқылы регистрация жасасаңыз болады. Менде регистрация жасалған, сондықтан сразу кіріп кетемін. Мына жерде вход дегенді бассам, менде уже кіріп кетеді. Енді мінекей төбеде тұр, уже кірген белгісі, яғни менің аты жөнім жазылып тұр. Осы жерден услуги деген батырманы басамыз. Услуги мына ең астыңғы жақтарда тұр. Льготы и пособия. Осыдан жоғары қарай көтереміз. Назначение государственной социальной, адресной социальной помощи деген тұр мына жерде. Ең ортада тұр. Соны басамыз. Өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Точный адресіңізді. Егер пропискаңыз басқа жақта болып, өзіңіз басқа жақта тұрсаңыз, өзіңіздің тұрып жатқан адресіңізді жазасыз. Егер басқа адресіңіз болса, выбрать другой адрес деген тұр. Енді сізді тексереміз. Проверить заявителя деген тұр. Осы жерде сіздің отбасылық адамдардың аты жөндері, яғни сізбен бірге кімдер тұрады, солар тұру керек мына жерде. Егер отбасыңыздағы адамдар саны түгел болса, далені басып, келесі қатарға өтеміз, келесі бетке. Ал егер түгел болмаса, мына жерде добавить член семьи деген тұр. Соны басасыз мінекей. Осылай ознакомлены дейсіз, птичка қойып, дален басып, адамды тіркейсіз, өзіңіздің балаңыз или күйеуіңіз. Сол сияқты тіркейсіз. Менде барлығы тіркеліп тұр, сондықтан мен келесіге өтем. Ең астында перейти к проверке счета деген тұр. Осыны басамыз. Мына жерде. Яғни бұл сіз 20 саның жазасыз. Жоғарыда барлығы жазылып тұр. Айбан код деп тұр. Яғни кез келген счет бола береді. Реті келсе социальный счет қойған дұрыс. Мына жерге ознакомлены деген птичка қоямыз. Және номер банковской счета дегенге KZ деп бастаймыз. Сосын 20 сан кетеді. Яғни 71, 22 деген сияқты өстіп сандар кетеді. Осылай дальше жібересіз. Далее батырмасын басасыз. Сөйтіп AESP-ға заявка жібересіз. Егер менің басқа да данныйларым қайда, қалай енгізем деген сұрақтар болса, олардың өздерінде сайттар болады, немесе қосымша документтер керек болса, өздері хабарласып шақыруы мүмкін, не болмаса WhatsApp желісі арқылы документтерді сұратуы мүмкін. Ал егер барлығы өздерінде данныйлар болса, өздері дальше жібере береді. Енді мен сіздерге қазір компьютер арқылы тапсыру жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазір компьютер арқылы қалай
жіберу жолын көрсетемін. Ал енді компьютерден қалай адресный справка, адресный социальный помощьқа жіберуді көреміз. Яғни атаулы әлеуметтік көмек. ЕГОВқа кіреміз. Мына жоғары жағында аты жөндеріңіз жазылып тұрады. Яғни личный кабинетке кіреміз. Осы жерде аты жөндеріңіз тұрады. Осы жерде социальное обеспечение деген бөлім бар. Осы жерге кіреміз. Кішкене төмен түскеннен кейін мына жерде помощь семьям деп тұрады. Помощь семьям деп тұрады. Кішкене түсеміз. Показать все. Неке осы жерлерде жазылып тұрады. Назначение социальной помощи отдельной категории, нуждающимся. Пособие по многодетной семье, жилищный. Мына жерде назначение жилищной помощи, прием заявлений документов, социальный случай. Так, неке назначение государственной адресной социальной помощи деген тұр. Осыны басамыз. Мына жерде соңғы жағын оқысаңыздар, мына жерде барлық жазылып тұр. Авторизация и заказать услугу онлайн. Неке айбанды көрсету керек дейді. Мен сіздерге былай да көрсетейін. Заказать услугу онлайн батырмасын. Басамыз. Так, мына жерде адрестеріңіз тұрады. Егер бұл адресте тұрмайтын болсаңыз, выбрать другой адрес дегенді басасыз. Проверить заявителя. Төменге қарай түсеміз. Мына жерде өзіңіздің отбасыңыз тұрады. Отбасыңыз тұрады, яғни егер отбасыңызда адам саны жетіспесе, мына жерде добавить члена семьи деген тұрады. Осы жерді басып, иін жазып, адамдарды тіркесеңіз болады. Менде мына жерде түгел барлығы, сондықтан әрі қарай кетемін. Проверить членов семьи дегенді басамыз. Неке будет проведена проверка членов всех семей на возможность получения АИСПа. Перейти проверка счета. Жоғары қарай жығамыз. Мына жерде 20 сан жазу керек. Неке мен 20 санды жазып қойдым. Бұл жерде бағана айтып кеткендей, кез келген 20 сан болады. Немесе осындай социальный көмек, яғни бала пособиесіне арналған счетты да жазсаңыз болады. Мына жерде далее батырмасын басамыз. Қол қоямыз. Мына жерде қол қоюдың 3 түрі бар. SMS арқылы қойсаңыздар да болады, ECP ключ арқылы қойсаңыз да болады. Енді реті келсе, ыңғай келсе, ECP мен маған қойған оңай. Сондықтан ECP ключпен мен қол қоямын. Неке ECP ключпен қол қойып жібердім. 15 жұмыс күнінде қаралады дейді. Енді өздері хабарласады. Не болмаса сізге почтаға, мына жерде личный кабинетке сізге хат келеді. Отправлено назначение. Жеке кабинетіңізде шығып тұрады осылай. Менің видеомды көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерге алда пайдалы видеолар көрсететін боламын. Сондықтан менің видеомды таныстарыңызға таратып, мені қолдап отырсаңыздар, рахметім шексіз.
жақсы, сау болыңыздар.